Біз шетсіз де шексіз ғаламда өмір сүріп жатырмыз. Жерден бөлек ғарышта қаншама ғаламшар бар. Галактика, оның ішінде жұлдыздардың саны қаншама. Осының бәрін астрономия ғылымы қарастырады. Ғаламның қыр-сырына үңілмес бұрын астрономия саласына біршама тоқталып өтейік. Астрономия сөзі грек тілінен аударғанда астрон жұлдыз және номос заң деген мағынаны береді. Яғни астрономия ғарыш денелерін және олар құрайтын жүйелердің құрылысын, дамуын зерттейтін ғылым. Астрономия ғылымының пайда болуына ертедегі адамдардың тұрмыс тіршілігіне байланысты қажеттілік себеп болған. Бағыт-бағдарды анықтау, ауа райын болжау құралдары болмаған уақытта адамдар күн мен айға, аспандағы жұлдыздарға қарап, жыл мерзімін, уақыт пен ауа райын анықтаған. Ал мұндай ақпаратты білу аспан әлеміне үңіліп тыңғылықты бақылауды қажет еткен. Ең алғаш аспан денелерін арнайы оптикалық құрылғы арқылы зерттеген Галилео Галилей болды. Ол 1608 жылы Голландияда денені үлкейтетін дүрбі жасалғанын біліп, онымен түнгі аспанды бақылауға бекінген. Кішісі 3 есе, үлкені 32 есе үлкейтетін оптикалық түтіктерді құрастырып, астрономия іліміне ұлы жаңалық енгізді. Галилео ай теп-тегіс хрусталь шар емес, жер сияқты ойпаттар мен қыраттардан тұратынын, сондай-ақ шолпанның планета екендігін, оның күн сәулесін шашырататынын, пішінін өзгертетінін, жерді айналатынын дәлелдеді. Күннің бетінде дақтар бар екенін, өз осінен айналатынын анықтап, алып планета Юпитердің 4 серігі барын ашқан болатын. Ай жердің табиғи серігі екендігін, жерде басқа планеталарда күнді айнала қозғалатынын айтты. Құс жолының орасан мол жұлдыздардан тұратынын да ашқан болатын. Галилео бастамаларынан кейін қат-қабат зерттеулер жүргізіліп, ғылымда бірнеше жаңалықтар ашылды. Ал енді ғалам нысандарына тоқталайық. Біздің галактиканың бір шетінен қарсы шетіне дейін жарық 100 000 жылда жетеді. Әлемнің кеңдігі сондай, біздің галактикамен шамалас миллиардтаған галактика бар. Ал біздің галактикаға жақын көршілес 2 галактика бар. Олардың бірін үлкен Магеллан бұлты, екіншісін кіші Магеллан бұлты деп атайды. Негізінен ғаламда 2 триллионға жуық галактика бар. Біз өмір сүріп отырған галактика құс жолы деп аталады. Құс жолында шамамен 400 миллиард жұлдыз, 25-тен 110 миллиардқа дейін қоңыр ергежейлі планета. Сондай-ақ 800 миллиардтан 3,2 триллионға дейін планета бар деп топшылануда. Соның ішінде бізге белгілі 8 ғаламшар, 5 ергежейлі ғаламшар, 639 ғаламшар серіктері, 1 миллионнан аса өзге де ғарыштық нысандар және 3690 комета бар. Десе де қазіргі таңда осындай ашылуларға қарамастан, ғаламның әзірге 1% ғана бізге мәлім, ал көп бөлігі әлі де жұмбақ. Осындай астрономия тылсымдарын ашып, қызығын білгілеріңіз келсе, біздің арнаға жазылыңыздар. Алда арнада аспан денелеріне толығырақ тоқталатын боламыз. Видеоға лүпіл басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ғаламның беймәлім әлеміне бірге сапар шегейік.